Қасиетті Режеп айы кірді. Режеп айының зікірлерін айталық. Бүгін яғни 2024 жыл 31 желтоқсан кеш ақшамда ислам жылнамасы хижри 1445 жылдың Режеп айы кірді. Ол қасиетті ай болып, оны Алланың айы дейді. Одан соң пайғамбарымыздың Шағбан айы келеді. Одан соң мұсылмандардың айы Рамазан айы келеді. Қатарынан келген осы 3 ай қасиетті айлар саналады. Осы айларда істеген құлшылықтарда ерекше сауап және үлкен береке бар. Ал Режеп айында мүмкіндігінше төмендегідей зікірлерді айтқан абзал. Астағфируллах, 100,000 рет арасында, ла илаха илаллах, 100,000 рет арасында, салауат, Аллахумма сәли әлә Мухаммадин уа әлә әли Мухаммад, 100,000 рет арасында Режеп айының алғашқы 10 күні, 100 рет Сүбхан Аллахил Қайюм, Режеп айының ортаңғы 10 күні, 100 рет Сүбхан Аллахил Ахад Самад, Режеп айының соңғы 10 күні, Сүбхан Аллахир Рауф. Мүмкін болса әр күні Анғам сүресін оқыңыз, мүмкін болса әр күні Құраннан 100 оқыңыз, мүмкін болса Далали Хайраттан 1 пара оқыңыз. Режеп айының 30 ракат намазын оқыңыз, 2 ракаттан оқиды. Әр ракатта 1 фатиха 11 ықлас оқылады. Осы 30 ракатты Режеп айы біткенше оқып болу керек.